Бүгін бірінші сабақ, ол сабақ жалпы физика курсының кіріспесі, ол классикалық механика, толқындық оптика, негізі бір-біріне аналогия түрінде көшпелі болады, араласу болады, сондықтан жалпы кіріспе сабағы бүгін бірінші, сондықтан бізде жаңа айтып өттім, қиындығы жоғары есептерді шешу. Шешу пәні болады. Әртүрлі бөлімге қатысты қиындығы жоғары есептерді шешеміз. Тәжірибе бірде біз осы екі бөлімді қарастырамыз. Негізі классикалық механикада білесіздер, біз Ньютонның үш заңына арқаланамыз. Ньютонның үш заңы. Ол білесіздер, бірінші заңы инерция заңы. Екіншісі жалпы көп есептерге пайдаланатынымыз, о жерде біз көптеген теңдеулер құрастырамыз осы екінші заңға. Бұны да біз сіздер өткесіздер. Үшінші заңы біз білеміз. Күштердің осындай заңы бар. Ньютонның заңы, тартылыс заңы, электричество, магнетизм деген бөлімге қатысамыз. Оптикаға қатысты, атомдық физика, ядерлық реакцияларға тиісті болады. Бізде енді бүгін классикалық механика осы үш заңмен байланысты есептер қарастырамыз. Толқындық оптикаға біз тоже үш нені қарастырамыз біз. Жарықтың толқындық оптика деген жарықтың интерференция құбылысына тоқталамыз. Екінші, жарықтың дифракциясына тоқталамыз. Көп есептер бар бізде. Еще жарықтың поляризациясы құбылысына тоқталамыз. Енді жерде айтып кету керек, классикалық механикада көбінесе біз материалдық нүктемен айналысатымыз. Есепте материалдық нүкте деп әртүрлі біз заттарды аламыз. Ол ракета болады, ол поезд болады, ол адам болады, ол доп болады. Яғни бір макро әлем, макрофизика болып есептеледі. Толқындық оптикада уже жарыққа, денеге, уже дене деп, материалдық нүкте деп қарамай, біз толқын ретінде қарастырамыз, толқындық. Сондықтан мысалы біз ең үлкен жарыққа деген бірінші ол фотондардың ағыны деп айтамыз, жарықты фотондардың ағыны деп айтамыз. Екіншісі біз айтамыз, ол жарық дегеніміз электромагниттік толқын. Осыған біз айналысамыз. Мысалы, бірінші фотонның ағыны десек, онда о жерде көптеген физикалық шамалармен біз танысамыз. Сіздер білесіздер, классикалық механикада көбінесе біз координаталармен көп жұмыс жасаймыз. Үш өлшем бірлікте. Импульспен айналысамыз. Жылдамдық, орташа жылдамдықпен. Кинетикалық энергия, потенциалдық энергия, тағы да басқа шамалармен. Толқындық оптикада біз көбінесе физикалық шамалар, о жерде жиілік, циклдық жиілік, сызықты жиілік мысалы. Сосын біз толқын ұзындығы дейміз. Осындай біз толқындық қасиеттерін осы шамалармен көрсетеміз. Енді біз білеміз, фотон үшін мысалы ең маңызды біз білеміз мынаны,
лямбда көбейту ню тег ска фотон үшін. Яғни толқын ұзындығын көбейтеміз сызықтыға тең жарықтың жылдамдығына. Енді осы жерде айтып кету керек. Мысалы, бұл классикалық механикаға тиісті болса, онда біз айта аламыз, бізде толқындық оптикаға біз уже осыны қолданамыз кейбір есептерде, бірақ көбінесе біз мына формуламен айналысатын боламыз. О жерде толқын болғандықтан толқын ұзындығы табылады уже H планк тұрақтысы бөлу импульсқа. Немесе H сызықсызды H сызықмен байланыстырса, олай болады. Импульсті біз ашып жазсақ, МВ болады. Енді осындай бір шаманың формуласымен. Екінші, біз толқынды оптикада толқын ұзындығын Вульфбрехттің формуласымен таныстырамыз. Өйткені мына жерде жарық интерференция, жарықтың дифракциясы, жарықтың поляризация дегенде, о жерде маңызды теңдеу бар. 2D синус тетта n лямбда. N деген бүтін сан, ол алады мәндер 0, 1, 2 кете береді, плюс 1, минус 1 сондайда. Мына жерде толқын ұзындығын, мысалы толқынды оптикада біз уже басқаша табамыз. Бұл деген болады 2D синус тетта бөлу n. Кіріспе сабақта маңызды заңдарды қайталап, физикалық шамалар сипаттайтын сол құбылыстарды, осы формулаларды қайталанып барып, осы бөлімге тиісті есептер үйге тапсырылма береді. Сабақ үстінде де көптеген есептер қарастырамыз. Бүгінгі сабақ осымен аяқталады. Аман сау болыңыздар.